Ассалаумағалейкум қадірменді көрермен, Руслан Бақытжанның спорт жаңалықтары YouTube арнасына қош келдіңіздер. Бізде әдеттегідей жаңа шығарылым және 2025 жылдың соңғы ресми шығарылымы. Ардақты ағайын, биылғы жыл қазақ спортында несімен есте қалды? Әрине, Қайраттың Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне шығуымен есте қалды. Қайрат командасының сапындағы Дастан Сәтбаевтың биылғы маусымдағы керемет ойына, сонымен қатар оның Челсиге ауысуы есте қалды. Одан бөлек World Boxing және IBA ұйымдары аясындағы 2 әлем чемпионатында бокстан өткен Қазақстан құрамасының қыз-жігіттері өте тамаша нәтиже көрсетті. Сонымен қатар World Boxing ұйымының президенті Геннадий Головкин сайланғандығын өте жақсы білесіздер. Осымен Қазақстаннан шыққан алғашқы спорт функционері халықаралық ұйымды басқарды. Және Жәнібек Әлімханұлы. Жылдың бас айқастарының бірі Жәнібек Әлімханұлы мен кубалық Лара Эрисланди арасында өтуі тиіс еді, бірақ жекпе-жектің өтуіне 3 күн қалған кезде отандасымыздың басы допинг дауына қалды. Ендеше біз бүгін осы мәселелер туралы талқылаймыз. Арнамызға жазылып, лайк басып, комментарий қалдыруды ұмытпаңыздар. Руслан Бақытжанның YouTube арнасындағы барлық видео Фонтимнің қолдауымен шығып жатыр. Ендеше әріптестерімізге алғыс айтамыз. Қазір төменде сілтемесін қалдырып кетем. Фонтимның әлеуметтік желідегі барлық парақшаларына тіркеліңіздер. Қадірменді көрермен, 2025 жылы елімізде болған бүкіл спорттық іс-шараларды алып қарайтын болсақ, ең бір керемет, естен кетпес сәттердің бірі Қайрат футбол клубының Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне шығу болды. Қайрат 2024 жылы Қазақстан чемпионы атанған және одан кейін биыл Еурокубоктерді ойнауға мүмкіндік алды және Қайраттың енді Чемпиондар лигасының енді жалпақ тілмен, бұрынғы тілмен айтқанда топтық кезеңіне шығуына ешкім сенген жоқ шығатынына. Тіпті енді клубтың басшылары да сенген жоқ. Бұл турасында талай клуб президенті, бапкерлер айтқан болатын. Олардың басты мақсаты 2025 жылға алдымен Қазақстан чемпионатын жеңіп, одан кейін Еурокубок турнирлерінің біріне жолдама алу етін, яғни жалпы кезең ол не Чемпиондар лигасы, не Еуропа лигасы, не УЕФА конференция лигасы. Бірақ некей құласаң нардан құла деген бірден Қайрат чемпион болып, биылғы маусымда Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне жолдама алды. Өте керемет, естен кетпес сәт болды. Қайрат пен Селтик арасындағы қарымта ойынды біз өте жақсы білеміз. Пенальти сериясының қорытындысы бойынша Темірлан Анарбеков керемет ойнады, 3 сейв жасады. Каспер Шмейхель сияқты тәжірибелі қақпашыны былайша айтқанда қапыда қалдырып кетті біздің жігіттеріміз және жалпы кезеңге жолдама алды. Соның арқасында Қайрат материалдық жағынан өзінің жағдайын жақсартып алды. Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне шығуымен команда 18,5 миллион евро табысқа ие болды. Жалпы алғанда енді Чемпиондар лигасының сонымен қатар жалпы кезеңдегі тең нәтижесі үшін 700 мың евроны қосымша алды. Осының нәтижесінде Қайрат командасы 20 миллион 250 мың евро табысқа ие болды. Ал жалпы кезеңдегі Қайраттың қарсыластары қандай командалар болды? Өте мықты командалар. Ол әрине Реал Мадрид, ол Интер, Арсенал, Олимпиакос, Пафос, Копенгаген және Брюгге командалары. Енді әрқайсысының деңгейі Қайраттан анағұрлым өте жоғары, бәріміз жақсы білеміз, және Қайрат командасы осындай мықты клубтармен ойнап шықты. Біз қуаныштымыз, әсіресе Қайрат пен Реал арасындағы кездесуде Алматы қаласында қандай бір керемет футбол бум болды. Жанкүйерлер көп келді. Жалпы Чемпиондар лигасының барлық ойыны жанкүйерлер көп келді ғой. Сонымен қатар Қазақстан чемпионатының ойындарына да Қайраттың қатысуымен өткен ойындарда жанкүйер көп келді. Мәселен, Қайрат пен Жетісу арасындағы матчта аншлаг деген енді сұмдық нәрсе. Бұрын-соңды ондай нәрсе болмаған. Енді бұрындары Қайрат пен Ақтөбе арасындағы матчтарда тіркелсе, аншлагтар, Қайрат пен Астана арасындағы ойында, бір Қайрат пен Жетісу арасындағы ойында жанкүйерлер өте көп келді. Билет болған жоқ. Бұл деген енді футбол бумы болды. Тек қана Алматы қаласында емес, бүкіл елімізде болды. Өйткені Қазақстанның әрбір ауласында қазақ балалары доп теуіп жүріп, енді Темірлан Анарбеков сияқты мен қақпашы болам, мен Дастан Сәтбаев сияқты болам, Шерхан Қалмырза сияқты болам деп өзіміздің қара көздерді өздеріне пір тұтты, башқанда енді үлгі тұтты. Сондықтан да бұл қуантады. Қайрат командасы 2025 жылда айтпақшы Қазақстан чемпионы атанды. Сөйтіп өз тарихында 5-ші мәрте Қазақстан чемпионы атанды. Осылайша 5 дүркін чемпион атанған клубтардың арасында Ақтөбе және Ертіс командаларының қатарына қосылды. Ал Қазақстанда ең көп чемпион атанған команда ол Астана. Өз тарихында 7 рет жеңіске жетті. Ішкі біріншілікте, бірақ
ол рекордтың да мұрты алдағы жылдары бұзылып қалатын секілді. Иә, Қайратты біз биылғы маусымдағы керемет ойынмен, керемет жетістігімен шын жүректен құттықтаймыз. Сонымен қатар Қайрат командасының сапында Темірлан Анарбеков УЕФА Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінде үздік ойыншы атанған алғашқы қазақстандық ойыншы болды. Бұл бізді қатты қуантады. Темірлан Анарбеков міндетті түрде, менің ойымша, қысқы трансферлік ауысымда Еуропаның бір басқа командасына ауысуы керек. Иә, Шерхан Қалмұрзаны да ұмытпағанымыз жөн. Қалмұрза да қажет кезде команданың қақпасын күзетуге дайын болды. Иә, оның тәжірибесі жоқ, бірақ ол жарқ етіп шыға кетті. Керемет сейвтермен ерекше есте қалды. Бізді қатты қуантты. Иә, сондықтан да өзіміздің қара көздеріміз өсті. Сонымен қатар үздік команда атанды. Сөзсіз Темірлан Анарбеков айтпақшы, биылғы маусымда Қазақстан чемпионатының үздік қақпашысы атанды, ал үздік команда ол әрине Қайрат. Үздік бапкер Рафаэль Оразбахтин мырза. Сөзсіз өзіміздің отандық мамандар, отандық ойыншылар үздіктердің үздігі болды. Бұл расында қуантады. Ал Дастан Сәтбаев биылғы жылдың басты жаңалығы болды. Иә, Дастан Сәтбаев биыл Қазақстан премьер-лигасында дебютін жасады. Қазақстан чемпион атанды және Қазақстан суперкубогында жеңіп алды. Одан бөлек Қазақстан жастар құрамасынан бөлек Қазақстан ұлттық құрама командасында дебютін жасады және Бельгияның қақпасына керемет гол соқты. Сонымен қатар Қазақстан кубогында де өнер көрсетті. Жалпы Қазақстанда биылғы жылы қандай жарыстар бар, соның барлығында дебют жасады, барлығында гол соғып шықты және 14 гол соқты. Қазақстан чемпионатында сонымен қатар 6 нәтижелі пас берді. Осымен ол әрине Қазақстандағы үздік шабуылшылардың арасында екінші орын алды. Бірақ соған қарамастан ол бәрібір үздіктердің үздігі болды. Жыл басында Челси командасына ауысқандығын біз өте жақсы білеміз және 2025 жылдың ақпан айында Дастанның трансфер-маркет сайтындағы ресми құны 500 мың еуроны құраса, жыл соңында, дәл қазір желтоқсан айында, ол жігіттің құны 2,5 миллионға өскен. Яғни бүгінгі таңда Дастан Сәтбаев 3 миллион еуро тұрады және ең қымбат қазақстандық ойыншы атанды. Дастан барлық турнирде гол соқты. Я Чемпиондар лигасында да гол соқты. Тіпті Чемпиондар лигасының жалпы кезеңінде гол соққан ең жас 3 ойыншының қатарына кірді. Ламин Ямалдан кейін барып. Бұл да бізді қуантады. Сондықтан да Дастан Сәтбаевтың жылы болды. Бұйырса тіл көзіміз тасқа, келесі жылы Дастан Сәтбаев Челси командасына ауысқан кезде әрине өзін жақсы жағынан көрсетеді деген ойдамыз. Мен қазірдің өзінен бастап ойлап жатырмын. Ол енді 2026 жылдың тамыз айында 18 жасқа толады және одан кейін Челсиге ауысады. Ал Челсиге барғаннан кейін ол Страсбург клубына ауыса ма, әлде Челсиде қала ма, оны сол кезде көреміз. Бірақ менің ойым, Қайрат биылғы нәтижені келесі жылда қайталайтын болса, онда қыркүйек айында бізде Чемпиондар лигасы бар ғой. Ол кезде Қайрат Дастан Сәтбаевсыз ойнауға енді мәжбүр болады. Бірақ жаңа маусымда командаға жаңа ойыншылар қазірден бастап келіп жатыр және неғұрлым мықты, сапалы, бағалы ойыншылар келеді деген ойдамын. Ал енді биыл расында Дастан Сәтбаевтың жылы болды. Ливерпуль төрінде World Boxing ұйымының алғашқы ұйымдастырып өткен әлем чемпионаты болды. Білесіздер, қыркүйек айында және Қазақстан ұлттық құрама командасы қыз-жігіттері бірігіп, жалпы есепте бірінші орынға шықты. Біздің спортшыларымыз керемет нәтиже көрсетті. Жалпы әлемнің 68 елінен 540 қатысушы сынға түсті. Ерлерде 10 салмақ және әйелдерде 10 салмақ дәрежесі бойынша медальдар жиынтығы сарапқа салынды. 50 келіге дейінгі салмақта Санжар Ташкенбай ұлттық құрамаға алтын салды. Одан кейін Махмуд Сабырхан 55 келіде жеңіске жетті. Рафаэль Лозаноны жеңіп кетті, испаниялық. 70 келі салмақта Төрехан Сабырхан, әйгілі Севон Окадзава деген боксшыны жеңіп кетіп, ұлттық құрамаға жалпы алғанда 3-ші алтынды салды және бір үйден 2 бала әлем чемпионы атанды. Бұрын соңды қазақ спортының тарихында мұндай жағдай болмаған еді негізінен. Бұл да бір тарихи көрсеткіш. Ал Төрехан Сабырхан өткен жылдың желтоқсан айында ғана 18-ге толысымен бірден ересектер арасында Қазақстан чемпионатына қатысып, ел чемпионатын жеңіп алған болатын. Одан бөлек ұлттық құрамаға Айбек Оралбай 90 келіден жоғары салмақта алтын салды. Ол финалда Жахангир Зәкіров деген өзбек боксшысын жеңіп кеткен болатын. Енді ерлерде бізде 4 алтын болды, бірақ қыздарымыз қарап қалған жоқ. 51 келіде Алуа Балқыбекова
Бусинас Чакыроглуны финалда жеңіп, түркиялық алтыннан алқа тағында. Айтпақшы, Қазақстан бокс федерациясы Әлия Балқыбекова осы жақында ғана әлем чемпионатындағы нәтижесінен бөлек тағы да керемет бір су жаңа көлік сыйлаған екен. Біз қуаныштымыз. Аида Абекеева 65 келіге дейінгі салмақта өзбекстандық Навбахор Хамидованы жеңіп алтын алды. Наталья Богданова 70 келі салмақта Лекейша Пергулити деген австралиялық боксшыны жеңіп алтын алды. Нәтижесінде жалпы командалық есепте Қазақстан құрамасы 7 алтын, 1 күміс және 2 қола жүлдемен бірінші орынға көтерілді. Екінші орында көршілеріміз Өзбекстан командасы, оларда 6 алтын, 2 күміс және 3 қола, бас аяғы 11 медаль. Үштікті Үндістан командасы түйіндеді. 2 алтын, 1 күміс және 1 қола жүлде. Ал жарысты қабылдаған Англия елі бірде-бір алтын алмады. Бір қызығы, әдетте енді жарыс қожайыны ретінде білеміз ғой. Сол елдің боксшылары жалпы есепте не көш бастайды, немесе әйтеуір бір алтынды бұрап беретін, бірақ бұл жолғы әлем чемпионаты адал өтті, әділ өтті, таза өтті, және Қазақстан құрамасы жаңа ұйымның алғашқы әлем чемпионатында көш бастады. Айтпақшы, одан кейін, қыркүйек айынан кейін, осы желтоқсан айында тағы да бокстан әлем чемпионаты өтті Дубайда. Ол енді IBA ұйымының аясындағы әлем чемпионаты. Ол енді әлем чемпионаты арасында бір қызық болды, өйткені рекордтар тіркеген болатын. Енді қатысушылардың саны бойынша әлемнің 109 елінен боксшылар келді. Бәріміз жақсы білеміз, қандай елдердің келген. Каледония, Папуа Жаңа Гвинея сияқты сондай бір мүлдем бокс түгілі жалпы спорты дамымаған елдің өкілдері келді. Сөйтіп жүлде қоры 8,5 миллион ақш долларын құраған турнирде Қазақстан құрамасы Ресейден кейін енді екінші орын алғандығын сіздер жақсы білесіздер. 13 салмақ дәрежесі бойынша 12-сінде финалға Ресей боксшылары шықты. Енді жалпы бұл ұйымның басшысын біз кім екендігін жақсы білеміз. Умар Кремлев мырза, IBA-дің басшысы, ресейлік маман ғой енді, функционер. Сонымен бұл әлем чемпионатында 54 келі салмақта Сакен Бибосынов алтын алды. Ол финалда Вячеслав Рогозинді жеңді. 57 келі салмақта Оразбек Асылқұлов Хусрафхон Рахымов деген 19 жастағы тәжік боксшысын жеңді. Алтын алды. Сакен Бибосынов осылайша 2 дүркін әлем чемпионы атанды. 2021 жылы Белградтағы әлем чемпионатынан кейін Абылайхан Жүсіпов өзінің карьерасында алғаш рет әлем чемпионатын бағындырды. Ол осыған дейін 3 мәрте әлем чемпионатының қола жүлдегері атанып келген, бірақ осы жолы Абылайхан жарады. 71 келі салмақта ол алтын алуға әбден лайық болды. Ол финалда Сергей Калденков деген ресейлік боксшыны жеңіп кетті. Сондай-ақ Сабыржан Ақалықов 75 келі салмақта екінші орын алып қалды. Исмаил Муцольгов деген ресейлік боксшымен қолғап түйістірді, және Теміртас Жүсіпов 48 келіге дейін салмақта, одан бөлек Ертуған Зейнуллинов 63,5 келіге дейін салмақта қола жүлдемен үйлеріне қайтты. Жалпы командалық есепте Ресей құрамасы 7 алтын, 5 күміс, 1 қоламен бірінші орын алды. Қазақстан құрамасы 3 алтын, 1 күміс, 2 қола жүлдемен екінші орын, және Өзбекстан 2 алтын, 4 күміс, 3 қола жүлдемен үшінші орынға тұрақтады. Жалпы алтын алған 4 ақ мемлекет болды. Ол Ресей, Қазақстан, Өзбекстан және Әзербайжан. Әзербайжан қоржынында бір ғана алтын. Мінекей, осылайша бокстан өткен 2 әлем чемпионатында Қазақстанның жігіттері, қыздары өте керемет нәтиже көрсетіп, әлемде бүгінгі таңда қазақ боксының мектебі өте жоғары деңгейде екендігін кезекті рет дәлелдеді. Ардақтағы енді Геннадий Головкин туралы бір жақсы жаңалық айтайықшы. 2004 жылғы Афин олимпиадасының финалисі, сонымен қатар әлемнің 2 дүркін чемпионы, жалпы мықты панчер, мықты нокаутер, Қазақстан намысын кәсіпқой бокста қаншама жылдар бойы қорғап, қазақ жанкүйерін таңғы сағат жексенбінің 6-7-сінде оятып жүрген Геннадий Головкин енді өзінің жаңа қызметіне кірісті. Ол енді Қазақстанның Олимпиада комитетін басқарып келген осыған дейін, сонымен қатар енді ол халықаралық бокс федерациясын басқарып жатыр, яғни World Boxing ұйымының президенті атанды. Білесіздер, Италияның астанасы Рим қаласында сайлау өтті, және сол сайлауда жалпы бүкіл қатысушылардың бірау шешімімен ешқандай кедергісіз жаңа ұйымның жаңа президенті атанды. Бұл біз үшін расында қуанышты жағдай. Неге? Өйткені бұрын соңды Қазақстаннан шыққан бірде-бір функционер халықаралық федерацияны ешқашан басқармаған. Бұл алғаш болып жатқан жағдай. Осыған байланысты Қазақстан президенті Қасым Жомарт Тоқаев мырза өзінің
хабарламасында былай деді: бұл Геннадий Головкиннің ерен еңбегіне берілген лайықты баға. Даңқты отандасымыз олимпиадалық спорт түрі бойынша халықаралық федерацияны басқаратын Қазақстанның алғашқы өкілі атанды деп жазды. Иә, бұл расында қуанышты жағдай. World Boxing ұйымы негізінен 2023 жылы құрылған және негізгі мақсаты IBA-ден бөлініп шығып, олимпиада ойындарына жолдама беретін жеке ұйым ретінде құрылды. Яғни бұл ұйымды бүкіл әлем мойындады. Қазақстан бұл ұйымның белді мүшесі, Ливерпуль төріндегі әлем чемпионатында өзінің мықты екендігін кезекті мәрте көрсетті, білесіздер. Және бұл ұйымда жаңа президент ол Геннадий Головкин. Ал енді IBA-дің менің ойымша жалпы ғұмыры ұзақ болмайтын секілді. Мынандай қарқынмен жалғасатын болса, онда енді ойланып көріңіз. IBA-дің президенті Ресейдің өкілі және әлем чемпионатында 10 салмақ болса, соның 12 салмағында Ресей боксшылары шығып кетеді деген сияқты. Кішкене құлаққа кірмейтін жағдай, өйткені көптеген айқастарда бір даулы мәселелер болды. Сондықтан да бұл ұйымның енді жалпы ғұмыры ұзаққа бармайтын да секілді. Сондықтан жаңа ұйым, жаңа басшы және ол басшы Геннадий Головкин Қазақстан боксына өзінің пайдасын тигізеді деген ойдамыз. Енді әрине бұл дегеніңіз Геннадий Головкин жаңа ұйымға келіп 10 салмақта 10 боксшымыз болса, соның 9-ы финалға шығады деген сөз емес қой, олай емес. Бұл жерде енді бәрібір де Қазақстанның абыройын білдіреді. Геннадий Головкиннің абыройы бар. Сондықтан да Геннадий Головкин барлығын әділ, таза түрде жасайды. Және сол Геннадий Головкин Римдегі өзінің баяндамасында былай деді: біздің миссиямыз айқын. Бокстың игілігіне жұмыс істеу, халықаралық олимпиада комитетінің толық мойындауын қалпына келтіру және спортшыларымызды Брисбенге және одан кейінгі олимпиада ойындарына жіберу. Мен әрбір боксшы адал әрі қауіпсіздік спортта дамығанын қалаймын. Бізде бірлік болса, World Boxing бір отбасы сияқты алға жылжиды. World Boxing бұл олимпиадалық отбасы сене алатын федерация екенін сөзбен емес, іспен дәлелдейміз. Бәріміз тәуелсіз боламыз. Бірақ олимпиада құндылықтарын құрметтейміз. Адалдық, теңдік және спортшыларды қорғау үшін жұмыс істейміз, деді Головкин жиын кезінде. Иә, біз Головкиннің адал екендігін жақсы білеміз және спортқа жанашыр ретінде осы ұйымға өзінің бір керемет бір пайдасын алып келеді деген ойдамыз. Жылдың басты әттегені деген сәттердің бірі осы желтоқсан айында болды, білесіздер. Ардақты ағайын, Жәнібек Әлімханұлы, кәсіпқой боксшы, қазақ стайлды бүкіл әлемге дәріптеп жүрген отандасымыз, әуесқойлар арасында әлем чемпионы, өкінішке қарай жекпе-жегінің алдында допинг дауына қалды. Қалай қалды? Лара Эрисланди деген кубалық боксшымен қолғап түйістіру керек еді. Оқу-жаттығу жиындары 2 айдан аса уақыт ақшта өтті. 2 боксшы да дайындықтарын жасап жатқан және алғашқы допинг сынамасы жалпы теріс нәтижесін берді, яғни ешқандай допинг табылған жоқ оның ағзасынан. Бірақ екінші допинг сынамасы өкінішке қарай оң нәтижесін беріп, жекпе-жектің өтуіне, яғни басталуына 3 күн қалған кезде, былайша айтқан кезде Жәнібек Әлімханұлын халықаралық бокс ұйымы, халықаралық кәсіпқой бокс ұйымы бұл жекпе-жектен шеттетіп бастады. Қиын жағдай, өте қиын жағдай, психологиялық тұрғыда бір соққы болды Жәнібек және оның командасына. Осыған байланысты Қазақстайл командасының ресми өкілі Берік Сұлтан Жәнібек Әлімханұлының Instagram парақшасында ресми хабарлама қалдырды. Сол алдымен видеоны қарап шығайық. Бұл мәселе қалай басталды, қалай болды, түсіндіре кетейін. ВАДА бізден анализ алды. Бірінші анализінде зәрмен қан алды. Сөйтіп барлығы тап-таза деді. Оны өздеріңіз де көрдіңіздер. Жәнібектің суреті әлеуметтік желіде салдық қой команданың парақшасына. ВАДА келіп анализ алды, барлығы таза деп шығарды. Барлығын біз таза спортты қолдаймыз деп команданың атынан жаздық. Жәнібек өзі де жазды. Неге? Өйткені біз әрдайым таза спортты қолдаймыз. Біз допингке қарсымыз. Допинг қолдануды кәдімгідей қарсыласқа жасалған зұлымдық деп есептейміз. Өйткені Жәнібекке қаншама жастар еліктеп жатыр, тек қана қазақ емес, әлемде Жәнібектің стиліне қызығатын жастар бар. Біздің стиль қазақ стиль болған екен, мейлінше сол бір дұрыс түсінікті, таза боксты насихаттағымыз келіп, сол міне барлығы таза деп жарияладық. Арада біршама уақыт өтті да қайтадан келді. Сөйтіп тек қана зәр алды. Сөйтіп жекпе-жекке ұшайын деп тұрған кезімізде, 3 күн қалған кезде осындай даулы мәселе туып тұр деді. Біз кәдімгідей шок болдық. Шок болған кезде мен түсінбегенім, бірінші анализ таза,
екінші анализден осындай деп тұр. Енді сол аралықта біз тамағымыз сол тамақ, сол витамин, ешқандай нәрсені алған жоқпыз, ешқандай нәрсе қосқан жоқпыз. Тіпті жаңа витамин сатып алған жоқпыз. Анау енді қораптың астында қалғандары бар еді, сол жететін еді бізге, соны пайдаландық. Енді витамин ол міндетті түрде спортшы ішу керек, білесіздер, өйткені қанша тер, салмақ тастап болады, кәдімгі өзі рұқсат етілген витаминдер болады, оны ішпесе болмайды, денсаулық кетеді. Ол витаминді де айтпақшы, кейін біз тексертіп алдық, қосымша ешқандай мәселе жоқ, ол витаминдер тап-таза деді. Таң қалғанымыз, неге бұлай болды, бұның үшін ұстай алмадық. Енді не болды, кім істеді, қалай болды, бұл сұраққа жауап жоқ. Өйткені ол ішпей жемей осындайға тап болдық та. Түсінерем, егер жаңағы пайдаланып, ұсталып қап, ой деп сондай бір мәселелер болса, ол бөлек әңгіме. Бірақ осындай жағдай болып қалды. Екі нәрсе күтіп тұр бізді. 8 қаңтарда ашады. Таза болып шықса, Құдай қаласа, осыған үміттеніп жатырмыз. Таза болып шықса, барлығы ойдағыдай болып шықса, кәдімгі 2 титулдан айырмайды, қайтадан мансабымызды жалғастыра береміз. Осыған ниеттеніп отырмыз, үміттеніп отырмыз. Өйткені аққа Құдай жақ. Ал енді әртүрлі нұсқалармен, жаңағы қанда болып, жаңағы зәрде болып, одан да шығатын болса, жоқ, міне әлі бар екен осындай нәрсе дейтін болса, онда Жәнібекті 2 титулынан айырады, және де білмеймін қанша жылға екен, 1 жыл ма, 1,5 жыл ма, 6 айға ма бокстан шеттетеді, бокстасудан шеттетеді. Иә достар, расында осындай қиын сәтте біз отандасымызға тек қана қолдау көрсету керекпіз. Жәнібек және оның командасы былайша айтқан кезде барлық жерден өздері туралы ақпараттарды оқып жатыр, комментарийлерді оқып жатыр. Әзірге бізде нақты білмейміз. 8 қаңтар күні екінші былайша айтқан кезде допинг сынамасының нақты нәтижесі шығады. Сол кезде енді отандасымыздың тағдыры белгілі болады. Алдағы уақыттағы тағдыры не белбеуін алып тастайды, тізімнен шығарып тастайды, немесе барлығын қайтадан қалпына келтіреді. Ең бастысы бізде Жәнібектің таза екеніне сенімдіміз. Осылайша қадірменді көрермен, 2025 жыл осындай әрі спорттық жарыстармен, тарихи оқиғалармен есте қалды. Иә, биыл Олимпиада болған жоқ, және Азия ойындары болған жоқ, бірақ десе де осындай тарихи сәттер өте көп болды. Ал сіздерге 2025 жылдың қай ерекше тарихи сәті есте қалды? Ол Қайраттың Чемпиондар лигасының жалпы кезеңіне шығуы ма, Дасан Сатпаевтың шығуы ма, бокстан өткен 2 әлем чемпионатының нәтижелері ма, әлде World Boxing'ді басқарған Геннадий Головкин ба? Қандай сәттер болды? Жәнібек Әлімханұлы туралы өз пікірлеріңізді қалдырып отырыңыздар. Ендеше ескі жыл есіркеп, жаңа жыл жарылқасын. Бұйырса 2026 жылы дәл осы студияда сіздермен қауышқанша аман сау болыңыздар.